Таласбек Әсемқұловтың кәрі ат әңгімесі. Кәрі ат. Институтты аяқтап қалған кезім. Жазғы каникул. Елдемін. Өзімді Түргенов сезіне бастағалы астам бозбалалық шақ. Ол Калуганың ормандарын араласам, мен туған даламды аралаймын. Орман аздау, бірақ даланың өз сұлулығы бар. Осы Қарағаш совхозындағы нағашымның үйіне келгеніме 2 жетідей болып қалған. Өзім әңгімелек бермек оқиға да дәл күнін айту қиын, әйтеуір осы шамада болған. Сумкаға қаламсап пен блокнотымды, жүрек жалғайтын азын-аулақ тамағымды салып алып таң бозымен жолға шықтым. Қарағаш өзенінің жағасында қыратқа шығып шығысқа қарағанымда алдымнан өрттей жанып көтеріліп келе жатқан күннің белгісіндей болып, бүкіл түстікті алып толқыған, көз қарықтырып сап-сары дария көрінеді. Шығыс өңірдің суық түні терең, салқын сайлардағы көлеңкеге, қалың шөпті мейлінше шылаған шыққа тығылды. Бір сәттік қана көрініс. Одан кейін дария қақ жарылып, сол өрт дарияның өрт көбігін шашып, аспанға күн шыққанда даланың өзі сол сары жалқан дарияға айналды. Қайда қарасаңыз да сап-сары нұр толқып ұйып тұр. Тіпті көк аспанның өзі көк түсінен айырылып, ортасында лаулап жанып жүзген жауһары бар сап-сары күмбезге айналғандай. Бүгін күндегіден алысырақ бармақпын. Осы арадан 15 шақырым жердегі Тораңғыл тауына барып, басына шықпақпын. Онымен өзеннің жағасына апарар жалғыз аяқ құлама жолда кездестім. Алдыңғы тұяғы шым дөңнің үстінде. Басы орасан үлкен және адамды селт еткізетіндей, ерекше жирендіретіндей етті екен. Кекіл мен құйрық жал атаулыдан түк жоқ. Қабырғалары ырсиған, сүйекке кептеп тартылған жұқа терінің әр жері ойдым-ойдым ағарады. Жақындап барғанда көрдім. Тері жүні түсіп көп етіктің қонышындай жылтырапты. Мал екеш, малды адам сияқты бурыл тартады екен. Арса-арса кәрі тұғыр ұйықтап тұрған сияқты. Анда-санда ғана қылдап, ада таяқтай құйрық шойырған ірі қабырғаны дүңк еткізіп соғып өтеді. Кенет тастан қашалғандай ғұж-ғұж ауыр қабақ ашылды да астынан кілегейленген ағы сарғайған шығыр көз көрінді. Сол сәт енді тұрмастай болып қиратылған сұлба лықсып қалып алға жылжыған. Мен шошып ыршып кеттім. Шынымды айтсам, Сервантес романының беттерінде түскендей мына жылқы тұрпатты мақұлықтан қорқайын дедім. Бірақ жақынырақ барып аттың қызық жүрсін бақылауға көштім. Алдымен артқы оң аяғын алға жылжытып қояды екен. Содан кейін артқы сол аяғын оң аяқтан бір тұяқ оздырып қояды. Одан кейін барып алдында терең ор тұрғандай бар пәрменімен қос аяқтап алға секіреді. Тұсаулы яки шідерлеулі шығар деп тақау барып қарадым. Жоқ, тұсалмаған. Кісен жеген бе, аяғында балақ та жоқ. Күні бойы Тораңғыл тауының басында да ауылға қайтып келгеннен кейін де сұмдық көрініс көз алдымда тұрды да қойды. Кешкі ас үстінде Иманғазы атама болған жайды айттым. Сенің ол көргенің Тораңғыл қасқа ғой, деді атам. Ол аттың тағдыры бір адамның тағдырындай. Бағана Тораңғылға бардым дедің ғой. Орта жолда қалың шилеуіттің ішінде бір бұзылған мазар тұр. Көрген шығарсың. Ол Шерубай деген атақты бай 6 алашты аузына қаратқан қаселікті адамның зираты. Марқұм Түркістанға барып бедел қажатанып, артынан Мекке Мәдинеге және барып қайтқан. Елге шарапаты көп деген. Баласы Бет Сәкеннің дәулетін шашау шығармай Совет үкіметіне өткізді. Ал енді бұл Тораңғыл қасқа қайдан келген дейсің ғой. Ертеректе Шерубайдың бір жылқышысы қоныс аударып келе жатқан кезінде жылқыға таудан түсіп жылқының дию араласқанын көріпті. Біреулер оны тарпаң дейді, біреулер құлан дер. Үйлерін қорып қарсы ұмтылған 2-3 айғырды әп-сәтте шайнап тастайды да шамасы бір қостай қалың жылқыны айдап жөнеледі. Жылқышы айғайлап қайырмақ болған екен, жаңағы дию тісін ақситып өзіне тап беріпті.
Сонымен сескенген намыстанған жылқышы дереу байдың ауылына келіп болған жайды айтады. Шерубай ақсақал ашуланғанның орнына қуанып жылқышыға шапан сыйлапты. Неге дейсің ғой? Бұндай құт байдың байына ғана келеді екен, және 100 жылда бір-ақ рет келеді екен. Жаңағы тарпан дейін бе, құлан дейсің бе, әйтеуір дию былай шығып бүкіл биелермен шағылысады. Сөйтіп қаны жаңарған жылқы ерекше асылданады. Жылқышылар неше күн байқасты аңдып тұрыпты. Ақырында жаңағы дию жылқыны тастап кете берген ғой. Келесі жылы 10-15 бие тышқан түсте сұр шоқтығынан құйысқанға дейін созылған көк жолағы бар құлындар туады. Маңайдағы малды дәулетті адамдар айлап жатып, қанша ақшаға сатып ала алмаған ғой. Содан бұл құлындады. Шерубай ешкімді жолатпайды. Қызға бермеймін депті жарықтық. Ал мына тораңғыл қасқа сол Шерубайдың малы ортаға түскен малмен мидай араласып кеткен кезде 10-шы яки 15-ші келеде туған құлын. 44-ші жылы мына аяқтың басын беріп елге қайтып келе қақаған қыстың ортасында туған бұл сабас. Ол кезде ана Тораңғыл тауының етегінде Жаңаталап деген колхоз болған. Кешке бусанып, ыңқылдап, күрең бие таң ата туыпты. Соғыстан қайтқан адам о дүниеге барып келгендей көрінетін кез. 10 шақты ошақтың кәрі жасы жинап таң атқанша әңгіме айтқызып ауыздарын ашып көздерін жұмған. Ертемен қораға кірсек айдай болып бір қасқа құлын жатыр. Содан жұрт шуылдасып құлынға ат қоя алмай әуре болысты. Біреу жеңіс қояйық дейді, біреуі аман қояйық депті. Тіпті бір бала соғыс қояйық деді. Ақырында бір шал балалар осы жерде Тораңғыл деген әйгілі батыр жасаған. Мына тауда соның моласының орны бар. Осы құлынды сол батырдың атымен Тораңғыл қасқа қояйық деді. Осыған тоқтастық. Кісіден затты ақыл деді-ау. 4 жасында яки жылқы мүшел жасында бір қыста үйірге шапқан 2 қасқырды, аңшы адам алмастан 2 арланды бұл алған. Жылқышылар айтады, тамақтаймын деп алдына келген арланды алдыңғы аяқпен тарпығанда маңдайын тесіп, көзін ағызып жіберіпті. Ал құйрықтан алып омақ астыра жықпақ болған 2-ші арланды соққан тіпті қызық дейді. Алдыңғы 2 аяқтың арасынан артқа қарай сағалап, қасқырдың қай шамада тұрғанын көріп алыпты да артқы аяқты күрзідей жұмсап тұмсықпен тепкен ғой. Атасы дию емес пе? Тіпті бір жылқышы Тораңғыл қасқаның қасқырмен шайқасқанын көрдім дейді. Болса болар, тіпті күректе еді. Күндердің күнінде Тораңғыл қасқаның даңқы аудандық уәкіл Тарақбайдың құлағына жетеді. Жаңаталапқа келіп, үйірдің шетінде ақырап жүрген Тораңғыл қасқаны көрген Тарақбай, мен мінемін деп жан түседі. Онда Тораңғыл қасқа 7 жасқа келген кезі. Құнанын да, дөненін де, бас білігі, жүген білгі ету ешкімнің ойына келмепті. Яғни, Тораңғыл қасқа ешқашан мініскер жылқы болмайды деген сөз. Бірақ Тарақбай ешкімді тыңдамайды. Жылы тізесіне түскен бұта шайнар азулы дүлей айғырдан көз алмай тұрып алады. Ол кезде уәкілдің айтқаны заң, амалы таусылған жылқышылар өздерінің құрдасындай болып кеткен Тораңғыл қасқаға құрық салады. Мен ол кезде шөп шауып аулағырақта жүрген едім. Жылқыда нендей көп болғанын көрген жоқпын. Кеше келгенінде жырдай әңгімені үстінен шықтым. Шәкір есімді жас жылқышы желігіп алдымнан бұғалық тастаған екен. Ат-матымен сүйрепті. Келесі кезекте Молдабек деген кәрі жылқышы құрық салады. Сүйрелей жөнелген екен. Әккі жылқышы құрықты қолдан шығармай, атын жортақтатып, қыл-шылбырды саумалай бастайды. Осы кезде Тораңғыл қасқа күтпеген оқыс қимыл жасайды. Жалт бұрылып келіп Молдабектің астындағы ат таят шапқан екен. Молдабекке мінгескен айғыр арандай аузын белге салады. Жылқышының беліндегі сырма белбеу жыртылады. Алақандай тері қоса жұлынады. Астапыралла дескен жұрт Тораңғыл қасқаны маңайлай алмай қалады. Тарақбай айғайлап ұстаңдар деген екен. Тағы 1-2 жігіт сайланып шығыпты да, көзінде қан толып бөрідей ырылдап тұрған айғырға бата алмай аттарын қантарысыпты.
Тарақбай өңшең қорқақтар деп боқтап кетіп қалады. 2 күннен кейін қайтып келеді. Жанында қасқа шадырат мінген, аяғы жерге сүйретілген түйедей зор қазанның түп күйесінде қап-қара біреуі бар. Көрші колхоздың Ақтанау есімді атақты жылқышы екен. Адамның сырттаны мен жылқының дию соғысады деген хабар тарасымен жан-жақта шаруа соңында жүрген жұрт тегіс жиналды. Адамның сырттаны ауылдың жанындағы қой қораға бір үйір жылқыны ішінде тораңғыл қасқа бар қаумалатып айдап кіргізді. Қораның іргесіне терең қазып 4 мықты қада орнатты. Мұндай көрмеген жұрт демін тартып сілтей тынған. Апырмай, адамнан айла артыла ма дескен. Ар жағы оп-оңай болып шықты. Бір-бір қадаға бір-бір ұзын мықты қыл арқан байланды. Арқандардың ұшын бұғалықтап алған Ақтанау қораның төбесінде шығып қамысты ашып жауынның қай жерде тұрғанын көріп алды. Одан кейін сол тұсқа барды да қамысты қопарып лақтырып жіберді. Қолына біреу ұстата қойған қарыққа бұғалықтың бірін іліп алып, тар қора көп жылқының ішінде тырп ете алмай тұрған тораңғыл қасқаның мойнына тастай салған. Осы тәсілмен қалған бұғалықта келді. Қора ашылып жылқы сыртқа шықты. 4 бұғалыққа байланған тораңғыл қасқа тулап іште қалады. Мұндайды көрмеген еркін өскен тораңғыл қасқа ақырап арындағанда даусы көкке жетті. Кейбір сәтте қораның қабырғасы құлайтындай, қадалар жұлынатындай немесе қыл арқан үзілетіндей көрінеді. Бірақ үзілмеді, жұлынбады. Бұғалықтың бәрі қатты тартылса керек. Ақ көбік болып шошып тұрған тораңғыл қасқа кенет қырылдап барып шөкке түсті. Жүрегім сыздап, көзіме жас келді. Мойнын астына алып 2 бүйірі солқылдап жатқан тораңғыл қасқа бауырсақтай домалап, жылап жатқан бала сияқты болып көрінді. Енді бір сәт көзіме бүк түсіп жылап жатқан Шеруба елестеп кетті. Бұдан ары тұруға дәтім шыдамады, бұрылып жүре бердім. Тораңғыл қасқа көп тулапты, неше қылқынып, неше құлапты. Ақырында мәңгіріп тұрып қалады. Ақтанау жалын сипаған екен, қабақ шыт бопты. Үстіне ет қойым салынған екен, тып етпепті. Масаттанған Тарақбай шаруа осымен бітті деп ойласа керек. Ақтанауға енді өзің 1-2 күн мініп, мінгі қылып бер деп қолқа салады. Ақтанау ұстап байлап бердім, қалғаны өздеріңнің шаруаларың деп кетіп қалыпты. Ертеңіне жұрт күлкіге қарық болды. Таң бозымен тұрған Тарақбай соңында қызық көрмек болып шұбырған ауылдың балалары бар қораға келді. Келсе қораның қабырғасы үңірейіп жатыр. Қыл шылбырдың жартысы қадада қалыпты. Тораңғыл қасқа жоқ. Қақарына мінген Тарақбай жылқыға барды. Жылқының шетінде баяғысынша күркіреп, жалы тізесін жауып шапқылап жүрген Торекеңді көрді ғой. Тораңғыл қасқаны жылқышылардың бүкіл ауылы 7 атасының бір сыбап алған Тарақбай Ақтанау досын іздеп кетеді. Ертесіне Ақтанау тағы келді. Бұл жолы Тораңғыл қораға жоламай қойды. Жылқы ұстаудың да небір амалы бар екен. Күн шыжыған кезде өзінде үйіздеп тұрған жылқыны Ақтанаудың әмірімен 7-8 адам арадан шығара алмай қуа жөнелді. Баяғының суы бар ма? Ол кезде мына қарағаш жаздың күні кемерінен түспей жататын, кей жері тіпті 2-3 құрықтың бойындай болатын. Сондай бір терең жерге түсіп жүзген жылқымен қапталасып желге жортып келе жатқан Ақтанау жарқ еткізіп шалма тастады. Мұндай тастағыш болар ма? Иін терісі мойындарын соза жүрген көп жылқының ішінен дәлдеп тұрып тораңғыл қасқаға түсірді. Қалған жылқылардың лақтырған бұғалықтарының бірі де түспеді. Тек Ақтанау барлық сүзгенде қылып тораңғыл қасқаны жағаға тартып келгендей басқа жылқы шапыр-шұпыр етіп өтіп кеткен кезде жалғыз қалған бейшара айғырдың мойнына бірінен кейін бірі 6 бұғылық түскен. Сонымен тораңғыл тағы тулады. Тақыма
Желіккен жынды Тарақбай мен даланың азат жылқысы осылай қиқаласқан қарағым. Тарақбай мінемін дейді, дүйет тарпанның қаны басылмаған құнан дөненде жүргені белгі болмаған Тораңғыл мінгізбеймін дейді. Екеуі де оңбады. Бір рет қатты мүңкіген Тораңғыл Тарақбайды тасқа соқты, содан бір ай ауырған Тарақбай мойны қисық боп бітті. Бірде тулап үстінен түсіре алмай қойған Тораңғыл жерге жата қалып аунаған ғой. Тарақбайдың қабырғалары қаусап, аяғының көк еті жыртылыпты. Әбден кектенген Тарақбай мал көрмеген иттің баласай бейшара Тораңғылды сойылмаған бастан ұрушы еді. Бірақ өкіл белсенді атаулыда нығып, қорқып қалған халық екеуінің жанжалына араласпады. Өз басым бір рет араласам деп аудандағы абақтыға 5 күн жатып шықтым. Бірде қыстың қызыл шұнақты аязы күні мына майсаттың етегінде қыстауға шанамен шөп тартып келе жатқан едім. Алыстан бір айғай естілді. Тақағанда таныдым. Тарақбайдың аспанды жаңғырықтан боқтығы. Қып-қызыл төбелестің үстінен түстім. Тораңғыл бір түп терекке мықтап маталған. Қасында сойыл ұстаған Тарақбай. Білектей қайын қызыл алақан. Тораңғылдың басы қан-қан. Шыдай алмай кеттім. Тарақбайдың қолындағы сойылға жармасқан едім. Кет! деген көзі қызарып алған Тарақбай сойылмаған өзіммен жасқап. Жолама, жөніңді біл. Әй, Тарақбай, дедім булығып. Әкеңнің құны қалса да тиіспе енді бұл айғырға. Әкемнің құны бар, деді да тістеніп. Байлардың тепкісінде өткен, байдың есігінде өлген әкемнің құны бар осы айғырда. Әттең, иесі Шерубай қолыма түспеді. Қой, аруақты қорлама, дедім мен. Осы кезде қайың сойыл өзімнің маңдайыма келіп тиген. Көзім қарауытып жығылып қалдым. Есімді жиып, есірек уәкіл байлаулы айғырды әлі ұрып жатыр. Ту сыртына бардым да омбы қарғалып ұрып, итше тепкіледім. Қойшылар арашалап алды. Не керек, ертеңіне ауданға барып жауып тастады. 5 күн жаттым, 6-шы күні босатты. Босатқан адам соғыс ардагері екенсің, әйтпесе жағдайың қиын болар еді, деді. Енді көрінген жерге араласа берме деп мықтап ескертті. Сонымен Тарақбайдікі дұрыс болып шықты. Аузымызды ашпайтын болдық, ал Тораңғыл екеуінің дауы жалғаса берді. Ақырында мінгізбей-ақ қойса керек, арбаға жегілді. Оған да көнбей арба сындырған екен. Енді аяққа шідер емес-ау, кәдімгі шідерге ұқсатып істеген темір кісен түсті. Анда-санда енді жуасыған шығар деп Тарақбай бір мініп көреді. Тораңғыл тағы тулайды. Міне сөйтіп колхоздың жұмысында картайды осы Тораңғыл. Әбден арсасына шыққанша жегілді. Одан кейін 2 жыл құр жігілді де Аягөз ет комбинатына айдалды. Бірақ неге екені белгісіз, ет комбинатында сойылмай аман қалыпты. Кейін мал айдап барған жігіттер айтады, комбинаттың төбесіндегі қамысты жұлып жеп күнін көріп жүр екен деп. Ол кезде Тораңғыл 27-де еді. Кейіннен комбинаттағылар шығарып жіберсе керек. Шоқырақтап ауылға қайтты. Осы үйдің есік алдына келіп тұр екен. Көз көрген ғой. Содан бері осы ауылдың маңына қаңғырып жүреді. Қыста осы біздің үйге келеді де қой сиырдың ортасында тұрады. Күн жылып жер көгергенде қайта кетеді. Осылай жүреді. Мүлгіп ұйықтап тұрады. Ал жүргені сол өзің көргендей. Аяғындағы кісеннің алынғанын ұмытып кеткен болу керек. Ауырсына шоқырақтайды да жүреді. Ата, сонда Тораңғыл қасқа қанша жаста? Дедім тамағыма жас тығылғандай болған мен. Қаншада дейсің бе? Деді атам төбеге қарап. Саусақтарын бүгіп санай бастады. 31-де, деді одан кейін. 44-ші жылы қыста туған. Міне, өткен қыс 31-ге толды. Көкірегімді кернеген өксікті сезіп қалған болу керек, жүзіме сәл қадалап отырды да, ойбай қарағым-ау, деді даусын созып. Осы далада ешкімге бағынбай талай асау, басы биік талай саңлақ өткен. Соның бәрін жоқтап жыласаң көзің суалмай ма? Өксімеңдер қарақтарым, өздеріңе өмір тілеңдер. Басқа не дейміз сендерге? Солай ғой. Асыл сөз, бірақ көз алдыма сол даланың ары іспеттес, арса-арса кәрі тұғыр өткеннің шексіз қайғысын бойына жиған Тораңғыл елестегенде күні бүгінге дейін тамағыма өксік тығылады. Таласбек Әсемқұлов.